бие былай тұрсын бар ғой. Мышыққа дейін өртеп кеткен ғой, мышыққа дейін. Мышық табылды шыға берсе деген бойда қатып қалған ғой. Ойбай, ана біздің Еромда бір адам емес қой бар ғой. Ойбай шудан машинамды алып кетемін деп сол жақта жүріп алды ғой. Сәл жерде үлгермедік. Біздің қанатқа ауыр тиді бар ғой, біздің қанат. Ана қандай еңбекпен алып еді ана екі биені 3 жыл ысырық істеп жүріп. Не деген еңбек кетті ғой. Білмеймін, Емош, білмеймін. Мына жағдайды біздің қанат көтере алмайтын сияқты бар ғой. Баяғыда үйленген жылымызда ең алғаш жылдары мотоцикл өртеніп кеткен ғой. Соны көтере алмай өлем деп бәле болды ғой. Ішіп кетті ғой сол өртенгеннен кейін бар ғой. Кеше ана үйдің күл болып жатқанын көрді да. Ойбай, жаман. Өлем деп арқан жіп іздеп, қайта абырой болғанда арқан жіптің бәрі өртеніп кеткен. Арқан жіп таппадық. Үйімізден дым қалмаған. Не істейміз деді, қалаға келіп жатыр енді. Иә, қазір маманың жағына баратын шығармыз. Бопты, жақсы. Не қарайсың? Мен төркіме барғым көкірегін жібермей отыр ма? Айжамал, ерігіма дейіне бармайым шыға. Не үшін бармай дегенсің? Барасың, Мишукак. Оттама, бармайым шыға. Барамыз деді, Мишукак, барамыз. Бармайын дегенен кейін бармай. Сол үшін баяғыда ішіп алып аузыңа келді оттамауың керек еді? Қойшы Айжамал, көріп тұрсың ғой қандай жағдай болып жатқанын. Бармайын дегенге бармай, менің әкесінен сүйем. Күшікке болып мен. Никак өлсем де мен сен төркініңе бармайым, жүрмейді демейді мен. Ойбай, күшік күйеу десін. Тұрсын еңгеден төркін әперген жоқ па саған? Тоқташы. Әкеп беремін бе?